Мен Жұмахан Нұртаза, Мұайтайдан Қазақстан Республикасының ұлттық құрама мүшесімін. Осы Азия чемпионатында алтын иегері атандым. Полуфиналда жаңағы араб спортшымен кездестім. Өте жақсы дайындалып келген. Бірінші раундта жаңағы шынтақ өтетінін білдім. Соны дайындап нокаутқа түсірдім. Финалда афгандық спортшымен кездестім де. Өте жақсы дайындалып келген. Функционалдық жағынан жақсы өте. Бірақ оған қарамастан намысты жермей ұтып алдым. Жаңағы туды көкке көтерген кезде, әнұран ойнаған кезде қуанышым шегі болған жоқ. Оны сөзбен айтып жеткізу қиын. Чемпионаты өте жоғары дәрежеде өтті. Біз оған көп дайындалдық. Астанада бірінші сбор өттік, Диас Кабдуов тренер қолында. Сосын Алматыда өттік, тауда. Қазақстан Республикасының Мұайтай Федерациясының вице-президенті Фарғат Аманқұлов, және аға бапкер Елхан Аманқұлов, және өзінің жеке бапкерім Диас Кабдуов. Соларға алғысым шексіз. Диас Кабдуов осынша жылдар бойы бізді дайындап, осы дәрежеге жеткізіп отыр. Жанкүйерлерімізге көп рахмет, қолдап қуаттағандарыңызды сезініп тұрдық.